Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін дамумет. Бүгінгі сабақта біз асқазан ішек жолы ауруларының пропедевтикасын талдайтын боламыз. Жалпы бүгінгі сабақта біз науқастың шағымдарынан, яғни негізгі шағымдарға сүйене отырып, жетекші синдромды анықтау, жетекші синдромға негіз ала отырып, диагноз қоюға дейін талдайтын боламыз. Сол себепті видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында ОСКЕ курсы жайлы ақпарат айтатын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын міндетті түрде жоспармен танысып алайық. Бүгінгі сабақтың барысында біз дисфагия синдромына бастайтын боламыз. Одан кейін абдоминальды ауырсыну синдромы, асқазанның моторлық және дағы эвакуаторлық қызметінің бұзылу синдромы, малабсорбция және дағы мальдигестрия синдромы, диспепсиялық синдром, яғни асқазандық диспепсиялық синдром, ішектік диспепсиялық синдром, функционалдық диспепсиялық синдром, постпрандиалды дистресс синдромы бар, асқазан, өңеш, ішектен қан кету синдромы бар. Одан кейін кідіркендірілген ішек синдромы, яғни синдром раздраженного кишечника. Жалпы осы синдромдарға тоқталатын боламыз. Мысалға айтайық, науқаста шағымында құсу, лоқсу деген шағымдар болды. Сіз бұл жердегі құсуды асқазан ауруымен байланыстырасыз ба, әлде өңеш ауруымен байланыстырасыз ба? Осы шағымға қарап, сіз 50%-тей дұрыс диагноз қоюыңызға мүмкіндік ала аласыз. Сол себепті симптомдар менен оларды жетекші синдромға біріктіре білу өте маңызды болып саналады. Сіз жетекші синдромды дұрыс анықтай алғаныңызға байланысты, сіздің диагнозыңыз да дұрыс болады. Жалпы енді сабақты бастайтын болсақ, бірінші бізде дисфагия синдромы. Дисфагия дегеніміз бұл бізде өңештен тамақтың өтуінің қиындауы. Бұл бізде өңештің бойындағы, бірінші өңештің анатомиясынан бастайтын болсақ, бізде өңештің мойындық, кеуделік және дағы құрсақтық бөлімдері бар, иә? Бізде адамда өңештің бойындағы ауырсыну синдромын, ауырсыну сезімін, то есть біз дисфагия синдромы деп атаймыз. Жалпы бұл бізде өңештің бойындағы ауырсыну көп жағдайда эзофагитпен, яғни байланысты болып табылады. Енді сіздер, например, адамдар тамағын жұтқан кезде ауырсыну дейді. Енді сіз бұны қай ауруға жатқызасыз, например, гастроэзофагальды рефлюкске жатқызасыз ба, әлде барып жіті эзофагит дейсіз ба, әлде кардияның ахлазиясы деген диагноз қоясыз ба. Вот сол себепті даже ауырсынудың өзі қай жерге қалай беріледі, оның сипаты қандай, соған мән беруіміз қажет. Яғни бізде есептер жазылып тұрады ғой. Мысалға, тамақты жұтқан кездегі ауырсыну сезімі сол жақ кеуде тұсына беріледі. Сіз содан уже түсіне білесіз, бұл бізде асқазан өңеш рефлюксі, яғни гастроэзофагальдық рефлюкс. Енді сіз бұл симптомға қарап қана диагноз қоймайсыз ғой. Міндетті түрде оны зертханалық көріністеріне мән бересіздер, одан басқа шағымдарға мән бересіздер. Және дағы лабораториялық көріністер, УЗИ, лучевая диагностика болады, ОСКЕ-да. Соған қарап, барлығына қарап, сіз бір нақты диагноз қоясыз. Но вот шағымдарға өте көп мән беру қажет. Себебі 50% диагнозды дұрыс қоюымыз шағымдарға байланысты. Енді ауырсыну, например, кардия ахлазиясы кезінде бізде көбінесе арқаға, төс сүйегінің жоғарғы бөлігіне, иек астына, жақ сүйегіне беріледі. Ауырсыну осы жерлерге беріледі десе, уже сіз сразу ойлай бастайсыз. Демек, бұл бізде кардия ахлазиясы, яғни өңештің жаңағы кардиалды бөлігінің тарылуы. Одан кейін келесі бізде құсу. Құсу ол бізде өңештің тарылуына байланысты деген сөз. Жалпы өңеш аурулары кезіндегі құсудың негізгі ерекшелігі бұл науқаста, яғни лоқсу сезімі болмайды. Екіншіден, құсықтың массасында пепсиноген, яғни тұз қышқылы жоқ деп, например, биохимияда тұратын болса, құсықта жаңағы тұз қышқылы жоқ, пепсиноген жоқ десе, уже сіз 100% өңешке байланысты екенін біле бастайсыз. Егер дағы құсықта шіріген иіс бар деп жаңағы шағымдарында жазылып тұра бастайтын болса, онда сіз уже түсінесіз. Это өңештің дивертикулы, немесе ол жерде қатерлі ісіктің ыдырау процесі болып жатуы мүмкін. Дисфагия синдромының келесі белгілеріне бізде сілекей бөлудің көбеюі жатады. Жалпы сілекей бөлудің көбеюі бұл көп жағдайда бізде эзофагитке тән. Эзофагит дегеніміз бұл бізде өңештің кілегейлі қабатының қабынуы болып табылады. Бұдан кейін келесі дисфагияға тән симптом ол бізде қыжылдау сезімі, яғни
өңеш алынған кезде қыжылдау сезімі именно төстің төменгі бөлігінде болады. Бұл бізде мысалы қалыпты өңеш болатын болса, яғни дисфагия өңештің тарылуын көрсетіп тұр. Жалпы дисфагияның өзі бізде екі түрі бар: органикалық дисфагия және дағы функционалдық дисфагия. Қазір сіздерге слайдпен көрсететін боламын. Яғни сіздерде ОСК-да дисфагия синдромы деген кезде сіз оны толығымен айтуыңыз қажет. Егер де сіз дисфагия синдромы деп қойсаңыз, бұл сізде толық емес ответ болып қабылданады. Органикалық дисфагия мен функционалдық дисфагияны біз бір-бірінен қалай ажыратамыз? Біріншіден, ол бізде себептері жағынан екі түрлі болады. Функционалдық дисфагияның себептері бұл бізде көбінесе орталық жүйке жүйесіне байланысты. Мысалға, адамда бас миының жарақаттары, невроз, кезбе нервтің жарақаттануы, тік жұтқыншақ нервінің жарақаттануы, именно мысалға мыйшықтың жарақаттануы болса, мыйшықта именно жұтыну орталығы орналасқан ғой. Бұл дегенім жаңағы осы дисфагияға алып келеді. Яғни функционалды дисфагияның себебі орталық жүйке жүйесімен байланысты болып келеді. Ал енді органикалық дисфагияның себебі болса, бұл бізде жаңағы өңештің қабынуылық аурулары, өңештің дивертикуласы, өңеште болатын қатерлі ісіктер бізде органикалық дисфагияның себептері болып табылады. Және дағы функционалдық дисфагия және дағы органикалық дисфагия бір-бірінен клиникалық көріністері бойынша да ерекшеленеді. Енді функционалдық дисфагия бұл бізде клиникалық көріністер бойынша ауру сезімі, жаңағы неприятное чувство дейді ғой, жұтынған кезде адамдар тұрақты болмайды, то есть уақытша болады. Одан кейін адам сұйық тағам, қою тағаммен салыстырғанда қиындау өтеді. Бұл дегеніміз адам мысалға, когда макарон жесе, бұл оңай өтеді да, сорпа ішсе қиын өтеді деген сөз. Яғни бұл бізде уже функционалдық дисфагия болып табылады. Одан кейін функционалдық дисфагияда адамның стресстік факторлар, немесе жаңағы бір седативті препараттармен қабылдаған кезде осы функционалдық дисфагия болады. Яғни адамда психоэмоционалдық факторлар болса, жаңағы стресстік жағдайлар, бұл кезде біз уже функционалдық дисфагия деп қоямыз. Ал енді органикалық дисфагияның негізгі ерекшелігі бұл жерде адамдағы жаңағы жұтынған кезде ауыртпашылық, бұзылыстар, жаңағы құсу, потом жаңағы қыжылдау, бұл нелер бізде тұрақты және дағы үдемелі түрде болады. Яғни бұл бізде бастапқыда тамақ жеген кезде қатты заттардың өтуі қиын болады. Кейін уже каша жейді, даже кашаның өтуі қиын адамның тамағынан. Одан кейін уже даже сұйық сорпа ішсе де адамның тамағынан бұл қиын өтеді деген сөз. Яғни бұл бізде уже органикалық дисфагия болып табылады. Функционалдық дисфагия кезінде адамның жалпы жағдайында ешқандай қатты бетті белгілер байқалмайды, ал органикалық дисфагия кезінде жаңағы өңештің тарылуы, тыртықтануы, өзгерістер болады. То есть, ал бұл өңеш рагына тез ауысып кетуі мүмкін. Және де біз дисфагия синдромы енді келесі қандай ауруларда қойылады? Осы жерде көрсетілген көбінде біз жаңа шағымдарын айттық, өңештің бойындағы ауырсыну, қажыға берілетіне мән береміз, құсудың сипатына мән береміз, сілекей ағу, өңештен қан кету. Ал енді ауруларына келетін болсақ, ең жиі кездесетін ауру ол бізде жіті эзофагит болып табылады. Жалпы эзофагит дегеніміз бұл бізде өңештің кілегейлі қабығының қабынуы. Мына суретте бізде өңештің қалыпты кілегейлі қабығы көрсетілген болса, мына жерде яғни қабынған кілегейлі қабық, яғни эзофагит көрсетілген. Одан кейін гастроэзофагальды рефлюксті ауру. Гастроэзофагальды рефлюкс дегеніміз бұл бізде өңештің кардиалды бөлігі асқазанға жалғасып кетеді. Осы кардиалды бөліктің жиырылғыштық функциясы бұзылған кезде асқазандағы тамақ обратно өңешке кетеді. Яғни осыдан жаңағы құсу, осындай сезімдер пайда болады. Одан кейін жаңағы өңештің тесігінің жарығы, яғни дивертикул дейді ғой, өңештің тесігінің жарығы, потом кардиоахалазиясы, бұл жаңағы кардиалды бөліктің жиырылғыштық қызметінің төмендеуі моторикалық функциясының бұзылысымен байланысты болады. Одан кейін өңештің қатерлі ісігі. Жалпы осымен сіздерге өңештің аурулары, функционалдық дисфагия, органикалық дисфагия, науқастың жаңағы симптомдары түсінікті болды деген ойдамын. Келесі бізде
келесі ол бізде абдоминалды ауырсыну синдромы немесе іштің ауырсыну синдромы деп те атайды. Жалпы бұл ауырсыну синдромы ішектің ауруларында, жаңағы асқазан ауруларында енді әртүрлі симптомдар береді. Енді бірінші асқазан ауруларында бұл көбінесе бізде эпигастр аймағындағы ауырсыну болады. Одан кейін бұл бізде тамақпен байланысты болады, яғни тамақ қабылдағаннан кейін 15 минуттан кейін ауырсыну сезімі болады ма, әлде бір 3-4 сағаттан кейін ауырсыну сезімі болады ма? Жалпы тамақпен байланысы болады. Одан кейін көп жағдайда түнде мазалайды, және дағы антоциттер, қабынуға қарсы препараттар қабылдаған кезде осы ауырсыну сезімі болады. Жалпы асқазан аурулары кезінде абдоминальды ауырсыну синдромы күзде, көктем-күзде өршіп кетеді. Яғни есепте көктем-күзде осындай өршетін эпигастр тұсындағы ауырсыну сезімі десе, онда біз уже түсінеміз асқазан ауруына байланысты абдоминальды ауырсыну сезімі екенін. Немесе жалпы біз қазір бұл ауырсыну синдромына, яғни науқастағы ауырсыну деген шағымға толық детализация жасайтын боламыз. Келесі енді бізде асқазан және дағы 12 елешектің перфорациясында. Перфорация дегеніміз бұл бізде яғни жаңағы кілегейлі қабаттың тесілуі. Бұл кезде адамда пышақ сұққандай ауырсыну сезімі болады, яғни қатты бір ауырсыну сезімі болады. Бұл шыдатпайтындай. Бұл кезде адамда үнемі сыздап ауырсыну болады, лоқсу, құсу сезімдері. Жаңағы лоқсу, құсу. Бұлар бізде адамға жеңілдік алып келмейді, және дағы Чоткин-Блюмберг симптомы оң болады. Чоткин-Блюмберг симптомы дегеніміз бұл бізде іш пердесін тітіркендіру симптомы болып табылады. Келесі енді мысалға холецистит кезінде. Холецистит кезінде адамда ауырсыну сезімі именно өт қабы тұсында болады. Жалпы бұл ауырсыну синдромын айтқан кезде мән беру қажет осы іштің алдын қабырғасының аймақтарына және дағы оларға тән мүшелер, яғни топографиялық анатомиядан өткен 9 аймақ. Эпигастральды аймақтағы ауырсыну десе асқазанға, оң жақ қабырғасы аймақ десе бұл кезде уже бауырға, сол жақ қабырғасы аймақ көк бауыр, яғни кіндік ауруы десе, кіндік аймағы десе біз уже жаңағы ішек, яғни аш ішек, көлденең ішек бұл бізде колит, энтерит болуы мүмкін. Оң жақ бүйір аймақ болса жаңағы жоғарылаған ішек, сол жақ болса төмендеген ішек, яғни сол жақ мықын аймағы болса аппендикс. Бұл дегеніміз біз осы топографиялық анатомияда өткен 9 аймаққа байланысты абдоминальды ауырсыну синдромын айта аламыз. Енді келесі бізде асқазан ауруларына байланысты шағымдарға назар аударатын болсақ, бұл бізде бірінші тәбеттің бұзылуы, адамда тәбеттің тоқтап қалуы немесе артып кетуі, керісінше тамақ емес заттарға құштарлық, яғни жаңағы кесек, бор, глина дейді, осындай заттарға құштарлық болады. Адамда кекіру, ауамен кекіру, тамақпен кекіру, қыжылдау, жүрек айну, құсу, іштің ауырсынуы деген шағымдар болады. Жалпы осыған қарап, біз осы шағымдарға енді толығымен детализация жасайтын боламыз. Мына жерде бізде көрсетілген қалыпты жағдайда асқазанның шылышты қабығы, ал гастрит язва кезінде қандай болатыны және дағы полиптер болған кезде қандай болатыны көрсетілген. Енді келесі бізде асқазан ауруларында науқастағы шағымдарға детализация. Жалпы енді бірінші тәбеттен бастайтын болсақ, тәбет төмендеуі не жайлы айта алады. Жалпы науқаста тәбеттің төмендеуі немесе толыққанды жоғалуы бұл бізде көбінесе жедел гастритте және дағы асқазанның қатерлі ісігіне тән симптом болып табылады. Ал керісінше тәбеттің артып кетуі бұл бізде язва желудка, яғни асқазанның ойық жарысына тән шағым болып табылады. Енді ас қабылдағаннан кейін бізде құсу, 15 минуттан кейін құсу болатын болса, бұл бізде асқазанның ойық жарасына тән және дағы асқазанның кардиалды бөлігінің қатерлі ісігіне тән. Ал егер дағы ас ішкеннен 1-3 сағаттан кейін құсу болатын болса, бұл бізде қатерлі ісікке, асқазан жарасына тән. 4-6 сағаттан өткеннен кейін құсу, бұл бізде уже асқазанның төменгі бөлігіне және дағы 12 елі ішектің жарасына тән болып келеді. Неге бұлай себебі қараңыздар. Біз жаңа айттық қой, асқазанның жоғарғы бөлігі, яғни кардиалды бөлігіндегі жара болатын болса, бұл кезде құсу сезімі 10-15 минуттан кейін болады. Себебі жаңағы тамақ түседі,
уже асқазанға толық не түспейді, осы жерге кардиалды бөліне түсіргеннен кейін уже қайттан гастроэзофагальды рефлюкс түрде қайттан өңешке кетіп, адамда құсу сезімі болады. Ал егер 3-4 сағаттан кейін құсу болатын болса, бұл кезде бізде адамның асқазанның төменгі бөлігіндегі ойық жара немесе асқазан жаңағы 12 елі ішектегі ойық жара жайлы айта алады. Жалпы құсу ол бізде құсу жіті және созылмалы гастритпен, ойық жара ауруына, 12 елі ішектің жарысына, асқазанның қатерлісігімен бірге жүреді. Енді келесі осы асқазан ауруларына тән бұл бізде асқазаннан қан кету симптомы. Бұл симптом өте маңызды симптом болып табылады. Асқазаннан қан кету симптомы бұл бізде жаңағы қара май тәріздес нәжіс болады адамда, яғни мелена дейді ғой. Және дағы қан аралас құсық түрінде көрінуі мүмкін. Науқаста май түстес нәжіс болғаннан уже асқазаннан қан кетіп жатқандығын көруге болады. Жалпы адамда асқазаннан қан кетіп жатыр ма, әлде өкпеден қан кетіп жатыр ма, соны қалай ажыратамыз? Бұл кезде бізде анамнезді дұрысына өте маңызды болып саналады. Себебі асқазанда қан кеткен кезде уже адамның анамнезінде асқазан аурулары болып кетеді, яғни ол учетты жаңағы ойық жарамен немесе созылмалы гастритпен тұру мүмкін. Егер тағы бір айырмашылық ол бізде қан аралас құсу бір күннен артық созылмайды, яғни асқазан ауруларында. Қақырықпен қан түкіру ол бізде бірнеше күн болуы мүмкін. Одан кейін өкпеден қан кеткен кезде уже ылғалды сырылдар естіледі. Одан кейін аускультацияда көпіршіктер болады, және дағы асқазаннан кеткен қанның түсі тамақпен аралас, қышқыл, қоңыр түстес болады. Осыған қарап, науқаста асқазаннан қан кетіп жатқанын айыруға болады. Келесі ол бізде жалпы адамның тіліне қарап өте көп деген белгілерді ажыратуға болады. Яғни бізде есепте жалпы қарада мысалға тілі жылтыр түсті, немесе тілі сор түсті, науқастың тілі сарғайған деген белгілер болуы мүмкін жалпы қарауда ше. Соған қарап біз науқасқа жаңағы диагнозды дұрыс қоя аламыз. Мына жерде көріп тұрғанымыздай, егер дағы науқастың тілі сор жабындыменен жабылған болса, бұл бізде уже асқазандағы гастрит немесе ойық жара жайлы айту болуы мүмкін. Немесе егер тілі қоңыр түсті болатын болса, бұл кезде уже бізде өкпеменен проблема бар екендігін айта алады. Мына жерде мен жазып қойғам, яғни асқазан ауруларында жалпы қарағанда тілге үлкен мән беру қажет. Бұл бізде сор жабынды гастрит, асқазанның ойық жарасына тән болса, ақшыл түстес болады ғой адамда тілдері кейбір кісілерден. Бұл бізде жедел гастритке тән. Ал егер дағы құрғақ адамда жалпы тілі қалыпты жағдайда ылғалды жаңағы алқызыл, розовый түстес болу қажет па ғой. Ал құрғақтар ол бізде көбінесе перитонитте, асқазанның перфорациясында, жедел панкреатитке тән белгі болып саналады. Адамның тілі жылтыр болатын болса, бұл бізде асқазан рагы жайлы айтылады. Ал егер адамның тілі там қурай түстес болса, бұл кезде бізде уже қан ауруларына күдіктене аламыз. Мына жерде гастриттің формулары. Осымен біздің асқазан ауруларының пропедевтикасы бойынша түсірілген видеоның бірінші бөлімі соңына келіп жетті. Егер дағы сіздерге толық материалдар, яғни ішек ауруларында кездесетін синдромдар, бауыр ауруларында кездесетін синдромдар, ұйқы без ауруларында кездесетін синдромдар, осы жалпы видеоның толық материалдары керек болса, онда біздің төмендегі сілтеме бойынша өтіп, телеграм каналға немесе инстаграмға жаза аласыздар. Сол жерде біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Тағы да видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздермен бірге болған Даму Мед медициналық оқыту орталығы.